Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жаңа жылға өте тойымды және дәмді салат дайындаймын. Ол үшін бізге пияз, сыр, піскен сәбіз, картоп, жұмыртқа және тауықтың еті қажет болады. Пиязды ұсақтап, төрт-бұрыштетіп тураймыз. Бұл салат өте тойымды болып келеді. Мен осы бейнеде бір тарелкаға ғана дайындаймын. Барлық қажетті заттар осы бейненің астында жазылып тұрады. Дайын пиязды ыдысқа салып, үстіне алманың уксусы, қант, тұз және қайнаған суық суды қосып, жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз 10-15 минутқа. Содан кейін піскен картопты үккіштен өткіземіз. Үккіштің ең кішкентай пышағынан өткіземін. Содан кейін піскен сәбізді де үккіштен өткіземіз. Осы каналымда көптеген жаңадан рецепттер шығады, сондықтан жаңа рецепт жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кезекте сырды үккіштен өткіземіз. Қатты сыр болғаны дұрыс. Міне барлығы дайын, өткіздім. Енді салатты жинауды бастаймыз. Ең бірінші, мен осындай форма қолдандым. Ең бірінші біз тауықтың етін саламыз бірінші қабатына. Мен тауықтың етін осылай қолмен бөлшектеп турадым. Себебі өте жұмсақ, негізі пышақпен ұсақтап турауға да болады. Тауықтың етін мен тұзды суда пісіріп алдым. Міне қажетті тауықтың етін салдым. Содан кейін үстіне майонез саламын. Еттің тұзы бар, сондықтан ешқандай тұз салмай бірден майонезді жағатын боламын. Егер сіздерде еттің тұзы болмаса, аздап тұз сепсеңіздер болады. Майонезді жақсылап жағамыз. Содан кейін піскен картоп саламыз. Піскен картопты да біркелкі етіп жайып, содан кейін майонез жағамыз. Менде форманың диаметрі 17 сантиметр. Бір жерден ғана жасаймын салатты. Майонез жақсылап жағамын картоптың үстіне. Содан кейін жаңағы біздің маринадталған пиязды саламыз. Пияздың суын алып тастайсыздар. Майонез жағамыз. Піскен сәбізді саламыз. Піскен сәбізді салғаннан кейін де жақсылап үстін басып, жайып шығамыз. Яғни біркелкі формада болғаны дұрыс. Майонез саламыз. Мен тұз салып жатқан жоқпын. Аздап тұз, бұрыш салып, содан кейін майонез жақсаңыздар болады. Менде барлық көкөністер тұзды, себебі мен тұзды суға пісірдім. Сыр саламыз. Сырдың өзінің тұзы бар, сондықтан тек майонез салам. Қолжетімді заттардан дайындалатын салат. Толық рецепт осы бейненің астында жазылып тұрады. Енді жұмыртқаның ішіндегі сарысын аламын. Сарысын үккіштен өткіземін. Ағын ең үстіңгі қабатына салатын болам салатын. Осы бейненің оң жағында, жоғар жағында салаттар плейлисті шығады. Сол плейлистқа кірсеңіздер түрлі салаттардың рецепттері бар. Кіріп көріңіздер. Енді жұмыртқаның сарысын үккіштен өткізгеннен кейін үстіне майонез салып, жағып шығамыз. Негізі ең бірінші жұмыртқан ағын, содан кейін сарысын салсаңыздар да болады. Мен әдемі болу үшін ең үстіңгі қабатына жұмыртқаның ағын үккіштен өткізіп саламын. Майонез саламыз ең үстіңгі қабатына да. Дайын салатты әдемілеймін. Укропты ұсақтап турадым және осы салаттың ең үстіңгі қабатына тек шетіне ғана салып шығамын.
өз қалауларыңыз бойынша әдемілесеңіздер де болады. Және анардың дәндерін осылай салып шығамын. Шырша секілді өте әдемі болады. Жаңа жылдық салат. Осы салатты 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямын. Тоңазытқыштан шығарғаннан кейін ақырында формасын аламын. Міне салат өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Қараңыздаршы, қандай әдемі салат болып шықты. Өте тойымды болып шығады бұл салат. Қазір кесіп сіздерге көрсетемін. Егер осы салатты менімен бірге дайындасаңыздар, төменде комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлфия, міндетті түрде жасап көріңіздер.